Сәлем достар, біз сіздермен бүгін үйде перловкадан дайын болатын көже жасаймыз. Қыздар, мен негізінде бидаймен жасап көрсеткім келді, бірақ көп адамдарда ең алдымен үйде доступный деп айтамыз ғой, қолда бар заттар, ол көп адамдарда перловка болғандықтан, мен ең алғашқы видеомды, яғни суық көжеге байланысты видеомды осы перловкадан бастайын деп шештім, қыздар. Ал бидаймен және жүгерімен бұйыртса келесі видеоларымның бірінде болады. Ал енді біз бисмиллах деп көжемізді бастаймыз, қыздар. Ең алдымен осылай ыдысымызға 250 грамм перловкамызды жақсылап дайындап аламыз. Содан соң оны 3-4 қайтара жуып, суымыз мөлдір болғанға дейін жуамыз, қыздар. Содан соң 3 литр суымызға осы жуылған перловкамызды алып, салып араластырамыз. Мен мінекей алдын ала суымды құйып алдым осылай ыдысыма. Содан соң үстіне жуылған таза перловканы салып, жақсылап араластырдым. Мінекей, қыздар, енді барлығын жақсылап араластырып алып, бетін жауып 50-55 минутқа қайнатуға жібереміз. Содан соң бетін жақсылап жауып, бір қайнағаннан кейін көпірігі бар болса, көпірігін алып, арғарай 50 минуттай қайнатамыз. Содан соң менде қолдың құрты, сіздерде егер құрт болмаса, қоспасаңыздар да болады. Содан соң дүкеннің құртын алып қолданбауға тырысыңыздар, қыздар. Егер дүкенде қолдың осындай құрттары бар болса, онда қоссаңыздар болады. Құрт қосқандарыңыз абзалырақ, өйткені құртпен өте дәмді болады, қыздар. Мен негізінде блендермен өткізіп алсам болушы еді, бірақ кішкентай балам ұйықтап жатқандықтан мен осылай қолыммен барлығын бөліп, содан соң қасықпен осылайынан езіп шықтым барлығын. Содан соң арғарай айранымызға араластырып құятын боламыз. Егер сіздердің өздеріңізде блендерларыңыз бар болып жатса, онда блендерға салып, бөліп салып, содан соң тез арада блендермен ұсақтап майда болғанға дейін жақсылап араластырып алсаңыздар болады, блендердан өткізіп, қыздар. Мінекей бізде осындай болып шығуы керек, кәдімгі каша сияқты болып қалады. Көп қыздар 4-5 құртқа бола блендерға араластырып жүргісі келмейді, сондықтан қолмен осылай жасасаңыздар да өте ыңғайлы, қыздар. Содан соң біздің осылай перловкамыз, қазақша айтқан кезде арпамыз қайнағаннан соң, бетінде көбігі бар болса, көбігін алып, жанындағы ыдысымызға жабысып қалған осындай көпіріктерімізді салфетканың көмегімен сүртіп алсақ болады. Содан соң қайтадан бетін жауып, арғарай перловкасы піскенге дейін, яғни 50-55 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, қыздар, менде перловка пісіп, толығымен суыды. Енді қазір мен жаңағы ұсақтап майдалап алған құртқа үстіне кішкене перловканың суынан құйып араластырып аламын. Біркелкі масса болып араластырып алған соң, қыздар, үстінен кішкене сүт қосып жіберіңіздер, сонда жақсы араласатын болады. Және де ортасында ұсақталмай қалған жерлері осылай қасықтың көмегімен жақсылап ұсақтап біркелкі масса жасап аласыздар, қыздар. Бізге көп сүт алудың қажеті жоқ, кішкене ас қасықпен 3 немесе 2 қасық қоссаңыздар жетеді. Дүкеннің болса да, үйдің болса да сүтін қолдана бересіздер, онда ешқандай тұрған айырмашылық жоқ, еш нәрсе етпейді, қыздар, егер дүкендікі болып қалып жатса да. Мінекей, қыздар, менде осындай масса дайын болды. Құртымыз дайын. Содан соң, қыздар, біз үлкен өзімізге ыңғайлы болатын ыдысқа
қайнап шыққан перловкамызды құйып, үстінен дайын болып тұрған құртымызды алып қосатын боламыз. Құртымызды қосып болғаннан кейін қыздар міндетті түрде жақсылап араластырамыз. Араласқан кезінде ішіндегі қалып кеткен іртік сияқты болып тұрғандардың барлығы олар кетіп қалады қыздар. Жақсылап араластырсаңыздар болғаны, тек қана сол кезінде біркелкі масса болып көжелеріңіз өте әдемі болып шығады. Содан соң үстінен айранымызды құямыз. Егер сіздерде үйдің айраны бар болса, үйдің айранын қоссаңыздар да болады. Дүкеннің айранын алсаңыздар да болады қыздар. Мұнда тұрған ешқандай айырмашылық жоқ. Тек қана бір ғана артықшылығы ол бізде, егерде сіздер үйдің айранын қолданатын болсаңыздар, жеке бір ыдысқа құйып, жақсылап араластырып алыңыздар. Өйткені қолдың айраны болғандықтан ортасы араларында кішкене іртіктері болып қалуы мүмкін. Көже құрт қосқандықтан қыздар өте дәмді шықты. Мен сіздерге сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өздеріңіз жасап, ішіп көріңіздер. Қолдың құрты болғандықтан көжеміз өте керемет шықты. Ешқандай да сұйық болып қалған жоқ. Дәмі енді ерекше болды. Менің осы жасап жатқан әдісім арқылы жасап көріңіздер қыздар, өте дәмді шықты. Мен сіздерге кеңес беремін. Жасап болғаннан соң кез келген адамға ұялмастан ұсына аласыздар. Осы менің видеоларымды көріп жатқандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Және де сіз маған подписация етілмеген болсаңыз, төмендегі подписация батырмасына өтіп, подписация етіп кетіңіздер қыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.